Алдыңғы бөлімде жадыны басқарудың талаптары және әдістері қарастырылды. Жадыны фиксирленген бөлімдермен үлестіру әдісі. Оперативті жадыны қолданудың қарапайым әдісі жадыны бөлімдер деп аталатын бірнеше фиксирленген областарға бөлу арқылы жүргізіледі. Мұндай бөлу оператор арқылы жүйе жүктелгенде немесе жүйені орнату барысында орындалады. Бұдан кейін бөлімдер шекарасы өзгертілмейді. Орындалуға жіберілген кезекті жаңа процесс жалпы кезекке немесе кейбір бөлімдерде кезекке орналасады. Бұл келесі суретте көрсетілген. Жадыны басқарудың жүйесі бұл жағдайда келесі есептерді орындайды. Яғни бос бөлімдері бар жадылар көлемін салыстырып, жаңа түскен процесс талап ететін сәйкес бөлімді таңдайды. Программаның бөлімдерінің біреуімен адрестер баптауына жүктейді. Бұл жағдайда программаны өңдеуші программаның орындалу бөлімін трансляция кезінде өзі көрсете алады. Бұл ауыстырушы жүктеуішті қолданбай-ақ жадының нақты бір облысына бағытталған машиналық кодты бірден алуға мүмкіндік береді. Жадыны фиксирленген бөлімдермен үлестіру. Игеру қарапайымдылығы сияқты айқын басымдылықта. Бұл әдістің айтарлықтай кемшілігі бар. Ол оның қаттылығы, яғни әрбір бөлімде тек бір процесс қана орындала алады. Және бұл мультипрограммалау деңгейінің бөлімдер санымен шектелуіне алып келеді. Программаның көлеміне тәуелсіз, ол бүкіл бөлімді қамтиды. Мысалы, 3 бөлімді жүйеде өте аз мөлшердегі жады керектігіне қарамастан 3 процестен артық процесс орындалмайды. Тағы бір қырынан жадыны бөлімдерге бөлу программалары жеке бөлімдердің кез келгеніне сыймайтын, бірақ барлық бөлімді қосқандағы жадыға сиятын процестерді орындауға мүмкіндік бермейді. Жадыны динамикалық бөлімдермен бөлу. Бұл жағдайда машина жадысы алдын ала бөлінбейді. Бастапқыда қосымша әрекеттерге сақталған барлық жады бос болады. Жаңадан орындалуға келіп жатқан әр қосымшаға процесті құру кезеңінде қажет болатын барлық жады бөлінеді. Егер жадының көлемі жетпесе, онда қосымша қабылданбайды және оған процесс құрылмайды. Процестің аяқталуымен жады босатылады және босаған орынға басқа процесс жүктеле алады. Осыған орай, оперативті жады кез келген сәтте, кез келген көлемдегі бос және бос емес аумақтардың кездейсоқ тізбегін береді. Суретте динамикалық бөлуді қолдану барысында уақыттың әр сәтіндегі жадының күйі көрсетілген. Фиксирленген бөлімдермен жадыны бөлу әдісіне қарағанда бұл әдіс тиімдірек. Бірақ бұл әдіске жадының фрагментациялау деп аталатын маңызды кемшілік тән болып табылады. Фрагментация бұл өте кіші көлемдегі жадының сыбайлас көп аумақтының болуы. Олардың кіші болуы соншалықты ешбір программа бұл аумақтардың кез келгеніне сыймайды. Бірақ бұл фрагменттердің қосынды көлемі керек жадыдан да асып түсетін үлкендікті беруі мүмкін. Ауыстырмалы бөлімдер. Фрагментациялаумен күресудің негізгі жолдарының бірі барлық бос емес аумақтарды үлкен немесе кіші адрестер жағына ауыстыру, яғни бос аумақтар бірігіп, жалғыз бос облысты құрайтындай етіп орналастыру. Бұл суретте фрагментациялаумен күресудің негізгі жолдарының бірі барлық бос емес аумақтарды үлкен немесе кіші адрестер жағына ауыстыру, яғни бос аумақтар бірігіп, жалғыз бос облысты құрайтындай етіп орналастыру көрсетілген. Ауыстырмалы бөлімдер. Программалар оперативті жадыда орындарын өздерінің орындалуы барысында ауыстыратын болғандықтан, бұл жағдайда адрестер баптауын орын алмастыру жүктеушісі көмегімен ұйымдастыруға болмайды. Бұл жерде неғұрлым тиімдірегі адрестерді динамикалық түрлендіру болып табылады. Сығу процедурасы жадыны үнемдеп,
қолдануға алып келгенімен, ол айтарлықтай ұзақ уақытты қажет етеді. Бұл әдістің салыстырмалы кемшілігі осы. Свопинг және виртуалды жады. Программаның орындалуы үшін оның оперативті жадыда орналасуы керек. Тек осы жағдайда ғана процессор командаларды жадыдан ала алады және берілген әрекеттерді орындау барысында оларға түсінік береді. Компьютердегі оперативті жадының көлемі есептеу процесінің жүру ретінде айтарлықтай әсер етеді. Ол бір уақытта орындалатын программалар мен олардың виртуалды адрестік кеңістіктерінің көлемін шектейді. Кейбір жағдайларда, мысалы, мультипрограммалаушы қоспаның барлық әрекеттері есептеу болып табылатын болғанда, яғни процессорды жүктеп босататын енгізу-шығару операциялары аз орындалады. Сонда процессордың жақсы жұмыс істеуіне тек 3-5 есептің орындалуы жеткілікті болады. Дегенмен, егер есептеу жүйесі интерактивті есептерді орындаумен жүктелген болса, онда процессорды тиімді қолдану үшін бірнеше ондық, тіпті жүздеген есептер қажет болуы мүмкін. Талдауларды бір уақытта орындалатын процестер санынан және процестердің енгізу-шығару күту жағдайындағы уақыт өлшемдерімен алынатын процессордың жүктелу коэффициентіне тәуелді график бейнеленген. Свопинг – бұл компьютерлік жүйеде процестерді жадыдан сыртқы жадыға уақытша шығарып, қажет болғанда қайта жүктеу әдісі. Бұл жадыны тиімді пайдалану және бір уақытта бірнеше процестерді орындауға мүмкіндік береді. Келесі бөлімде біз виртуалды жады кластарын қарастырамыз.